Сәлем достар, сіздермен бірге мен Малика. Менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен тауықтың төс етінен барбекю немесе шашлық жасайтын боламыз. Ол үшін бізге қажетті заттар: тауықтың төс еті, пияз, тұз, дәмдеуіштер, және де кетчуп, майонез. Достар, енді біз тауығымыз бен пиязымызды турап аламыз. Құрметті көрермендер, енді біз етімізді маринадтауға кірісейік. Бірінші менде мынандай приправа етке арналған. Достар, енді біз маринадтауға кірісейік. Мінекей достар, біз бәрін араластырып алдық. Енді біз оның бетін жауып 4 сағатқа қойып қоямыз. Достар, 4 сағат уақыт өтті. Енді біз бұны пісіріп жатырмыз. Егер де сіздерге менің рецептім ұнаса, лайк басып арнама жазылыңыздар. Және де комментарийға мен не жасағанымды қалайсыздар, соны жазып кетіңіздер. Мен оны міндетті түрде оқимын. Сау болыңыздар, ас дәмді болсын.